Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Видео соңында иммунитетті арттыруға арналған витаминдер қоспасының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Мейіз, кептірілген жүзім, ең танымал кептірілген жемістердің бірі. Бұл сөз түркі тектес орыс тіліне 16 ғасырда Қырым татар тілінен енген. Онда мейіз, жүзім дегенді білдіреді. Жидектер Ресейге ұзақ уақыт бойы тек кептірілген түрде келді. Пайда болу тарихы қазіргі Түркияның аумағы жүзімнің, демек мейіздің отаны болып саналады. Мейіз адамзатқа шамамен 2,5 мың жылдан бері белгілі және жерорта теңізі, таяу және орта шығыс елдерінде танымал азық-түлік өнімі болып табылады. Алғашқы мейіз Ресейге 10-11 ғасырларда Византия көпеттермен келді деп есептеледі, бірақ бұл өнім Ресейде 16 ғасырдың екінші жартысында мейіз атауын алған кезде кеңірек таралып танымал болды. Видеоны бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, маған қолдау білдіріп кетулеріңізді сұраймын. Мейіздің әйелдерге қандай пайдасы мен зияны бар? Кептірілген жидектерге бай, қанықпаған қышқылдар терінің, шаштың және тырнақтың денсаулығын сақтайды. Мейіз жүйке жүйесіне пайдалы, ұйқыны жақсартады, иммунитетті нығайтып, гормоналды фонды қалыпқа келтіреді. Жасушалардың қартаюын баяулатады және жастықты ұзартып, магнийдің арқасында сүйектер мен тістерді нығайтады. Сондай-ақ, кептірілген жемістер тәттілерді алмастыратын диеталық тағамға жарамды. Жүктілік кезінде мейіз анемия мен токсикоз белгілеріне қарсы күресуге көмектеседі. Дәрумендер құрсақтағы ұрықтың қалыпты дамуына ықпал етеді. Қан қысымын қалыпқа келтіруге, жүкті әйелдің денесіндегі холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Мейіздің ер адамның денсаулығына қандай пайдасы мен зияны бар? Мейіз құрамындағы аргининнің арқасында потенцияны ынталандырады, сперматозоидтардың дамуына қатысады және жыныстық қосуға әсер етеді деп саналады. Сонымен қатар, кептірілген жемістер гормоналды фонға оң әсер етеді. Көңіл күйді жақсартады, бұлшықет массасының өсуіне ықпал етеді, жүректі нығайтады, вирустық аурулармен күресуге көмектеседі. Өнім қант диабетімен ауыратындарға, семіздікке шалдыққан адамдарға ұсынылмайды. Мейізде ас қорыту жолдарының жұмысын қалыпқа келтіретін және денені тазартатын көптеген талшықтар бар. Мейіздің құрамында адамға пайдалы макро және микроэлементтер А, С, В тобындағы және тағы басқа витаминдер бар. Мейіз анемияда, іш қату, тыныс алу органдарының ауруларында кешенді терапияда қолданылады. Бұл өнім табиғи антиоксидант болып табылады. Түнде алдын ала суға жібітілген мейіздің арқасында сүйек денсаулығы жақсарады. Мейіз құрамында кальций көп. Бұл сүйек денсаулығы үшін қажет. Кептірілген жүзім артрит пен подаграны емдеуге көмектеседі. Сонымен қатар остеопороз және остеохондроз бар науқастарға пайдалы. Мейіз құрамында кальцийдің максималды сіңуін қамтамасыз ететін бор бар. Олар күшейіп, адамға ешқашан остеопороз дамымайды. Инсульт қаупін азайтады. Мейіз калий электролитіне бай. Бұл организмдегі калий деңгейін жоғарылатуға көмектеседі. Макроэлементтер адам ағзасындағы барлық жасушалар мен тіндердің дұрыс жұмыс істеуіне жауап беретін негізгі минерал. Диетада калий жеткілікті мөлшерде болатын адамдарда инсульт қаупі төмен, әсіресе ишемиялық инсульт. Қатерлі ісіктің алдын алуға ықпал етеді. Зерттеулер көрсеткендей, кептірілген жемістер, әсіресе құрма, қара өрік және мейіз құрамында кейбір жаңа піскен жемістерге қарағанда күшті антиоксиданттық қасиеті бар. Жоғарғы фенолды қосылыстар бар. Антиоксиданттар біздің денсаулығымыз үшін өте маңызды, өйткені олар бос радикалдардың алдын алады. Бұл өте реактивті химиялық заттар. Олар ішкі мүшелерге жасушалық зақым келтіруі мүмкін. Инфекцияны емдеуге көмектеседі. Мейіз құрамында қабынуға қарсы антиоксиданттар ретінде белгілі полифенолды фитонутриенттер бар. Олар антибактериалды қасиеттерге ие. Олар безгектің пайда болу қаупін төмендетуге және бактерияларды жоюға көмектеседі. Осылайша, мейізді күн сайын аз мөлшерде жеу суық тиюден және басқа ұқсас инфекциялардан қорғай алады. Гормондарды қалыпқа келтіреді. Менопауза кезінде әйел денесінде гормоналды өзгерістерге байланысты 45 жастан жоғары әйел адамдарда остеопороз дамуы мүмкін. Мейіз кальцийдің сүйектен ағуын тежеп, оларды нығайтып, фосформен қоректендіріп, бұл аурудың алдын алуға көмектеседі. Мейіз қолданудың тиімділігі мейіз суын ішкенде артады. Барлық пайдалы заттар сұйықтыққа өтеді. Сусынның дәмі жақсы және өте пайдалы, ал суда ерітілген мейіздің құнды компоненттері қанға бірден енеді, өйткені олар сумен үйлеседі және ас қорыту сатысынан тез өтеді. Сусынды дайындау үшін сізге таза қара мейіз қажет. Қара мейізде қара жүзім сияқты пайдалы ингредиенттердің мөлшері басқа мейіз түрлеріне қарағанда едәуір көп, бірақ сары мейізді де қолдануға болады. Мейізді жуып,
артық заттарынан тазарту керек. 1 литр суға 1 ас қасық кептірілген жеміс салып, енді жуылған мейізді 1 сағатқа суық сумен толтыру керек. Содан кейін суық суды төгіп тастап, жидектерді термосқа салып 1 литр қайнаған ыстық су құйыңыз. Термосты жауып 1 сағатқа қойып қоюыңыз қажет. Содан кейін қолдануға болады. Кептірілген жүзімнен дайындалған сусын ас қорытуға көмектеседі. Суланғаннан кейін ол талшыққа бай болады. Асқазан ішек жолдарының жұмысына пайдалы әсер етеді. Бұл процедурадан кейін мейіз іш жүргізетін дәріге ұқсайды. Демек, адам өзін іш қатудан қорғайды және ішек қозғалысын реттейді. Мейіз сусынын дайындаудың көптеген жолдары бар. Кастрөлге 2 кесе су құйып қайнатыңыз. Мейіз қосып қақпақпен жауып 15-20 минут бойы пісіріңіз. Мейіз табасын 12 сағатқа қойыңыз. Осы уақыттан кейін мейізді сүзіп сусынын ішсеңіз болады. Мейізден отвар, яғни мейіз қайнатпасын жасаймыз. Мейіз қайнатпасы иммунитетті артырады. Дәрумендердің көп болуына байланысты температураны төмендетіп, инфекцияны тезірек жеңуге көмектеседі. Өнім денені зиянды заттардан тазартады. Орталық жүйке жүйесін нығайтады. Ішек моторикасын жақсартады. Іш қатуға пайдалы. Мейіз қайнатпасы антиоксиданттардың арқасында жасартатын әсерге ие. Сонымен қатар су-тұз балансын қалыпқа келтіреді. Бұл қан қысымына оң әсер етеді. Ойық жара, гастрит, қант диабеті, ұйқы безі проблемалары, семіздік, жеке төзімсіздік кезінде мейіздің қайнатпасын ішуге болмайды. Иммунитетті арттыруға арналған витамин қоспасы: лимон 100 грамм, жаңғақ 100 грамм, кептірілген өрік 100 грамм, мейіз 100 грамм, бал 3 ас қасық. Жуылған лимонды тілімдерге бөліп, сүйектерін алып тастап, мейіз бен кептірілген өрікке қайнаған су құйып суытыңыз. Содан кейін кептірілген жемістерді лимон мен жаңғақтармен араластырып, блендерге ұнтақтаңыз. Ет татқыштан да өткізуге болады, болмаса пышақпен тілімдерге бөлсеңіз болады. Дайын қоспаға бал қосып араластырып, күнде таңертең 1 ас қасықтан жесеңіз, иммунитетіңіз жоғарылайды. Мейіз аурудың басталуын болдырмауға, белгілерден арылуға және тіпті кейбір ауруларды емдеуге көмектесетін өте пайдалы өнім. Өнімнің пайдалы қасиеттерін қысқаша тағы бір айта кетейін. Тіс ауруының ықтималдығын азайтады, ас қорытуға көмектеседі, қан қысымын төмендетеді, инсульт қаупін азайтады, қант диабетімен күресуге көмектеседі, қатерлі ісіктің алдын алуға көмектеседі, асқазанның қышқылдығын төмендетеді, анемияны, инфекцияны емдеуге көмектеседі және жыныстық өмірді жақсартады. Сіздермен бірге болған дәрігер Гүлнұр. Бұл видеода сіздерге аз да болса пайдалы болдым деген ойдамын. Маған қолдау білдіріп, каналыма лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын.